Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы қайта оралу. Бүгін сабақта оқыған немесе көрген оқиғаның соңын болжап айтуды үйренесің. Мен болашаққа сенемін тақырыбында өз ойыңды жазасың. Болжайық, суретке қара, кімнің не істеп жатқанын айт. Ағай, үйге қашан қайтамыз? Ойластыру керек. Балалар, біздің автобус келе жатыр. Тау жаққа кетті ме? Тоқта, біз мұндамыз. Жоқ, жақындама. Тілеухан, тұр балам, таң атты. Жақындама, үйге оралу керек. Тілеухан, ояншы. Жоқ, қорапты ашпа. Қорап, қандай қорап? Үйге қайтқым келеді. Тілеухан, үйдесің, анаң қасыңда. Түсім екен ғой. Сөйлемдерді үлгі бойынша талқыла. Келісетініңді не келіспейтініңді айт. Үлгі, менің ойымша болашақта қызыл кітап жойылады. Себебі адамдар жануарлар мен өсімдік түрлерін қорғайтын болады. Болашақта адамдар табиғат байлығын үнемдеп қолданады. Болашақтың адамы озық технологияларды пайдаланады. Болашақта адамдар ұзақ жасайды. Болашақта дәрігерлер роботталған түрлі құралдарды пайдаланады. Болашақта сауда орындары болмайды. Алдағы уақытта айда өмір сүруге болады. Алдағы 50 жылда әр ұлт өз киімін киеді. Болашақтың мектебінде мұғалім болмайды. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.